Сендердің өздерің айтып отқан нәрселерің бар ғой. Құжатсыз палеонтолог, мелентолог, балембай миллион тұрма ол. Тыңдашы мен асқақ сенде айтайын енді саған айтып отырмын ғой. Мен айтайын ба или тыңдайын ба? Жұрттың бәрін арабтар жазбаса саған құжат болмайды ғой енді. Арабта емес, сен айтып отқан әңгіме палеонтолог деп отқан әңгіме кім жазды білесің бе? Иә, кім жазды? Сен қазақ жазды ма оны? Жоқ, қазақ жазған жоқ. Сен өзің далада біреудің әңгімесін келіп айтып арап дей берме олай. Сен жек қоямын ғой ыстақ, сен ешкім білесің бе? Енді сен сен тыңдап қоямын анда-санда. Сен деген ана білімсіз мұсылмандар жеңіп жүрген әңгіме айтқың келіп тұр ма? Жарайды, сен білімді мұсылмансың ба? Мен білімдімін конкретно. Болды. Сен дым білмейсің ғой сен деген. Әйтеуір бір білімді мұсылман келді. Татырш. Әйтеуір тұратыр енді. Жибер. Астында анау зафиксируйте бүгінгі эфирді жазып тұрыңызшы. Тұратыршы. Астында тіркеп қойыңызшы бүгінгі число мен уақытын. Міне ақыры білімді мұсылман келді біреу. Ал. Келді. Мұсылман көрейік. Сен білімді несің? Білімді несің? Атеистсің ба жоқ? Асықпашы сен білімді атеистсің ба кімсің? Ислам бойынша сұрақ бар. Асықпашы сен мен білімді мұсылманмын жас. Истидрож деген не? Танысайық, кімсің сен? Истидрож деген не? Танысайық, сен кімсің? Жоқ, мен таныспаймын. Истидрож деген не? Мен білуім керек қой кіммен сөйлесіп отқаным. Истидрож деген не? Ислам бойынша. Сен білесің ба оны? Жоқ. Білмесең неге сұрап тұрсың менен? Білімді мұсылманнан білмесеңдер, білгендерден сұраңдар деген аятқа амал етіп сенен сұрап отырмын. Сен мұсылман болмаса неге аятқа амал етесің сен? Дұрыс қой енді біз. Сен ол аятқа оқуыңа вообще қандай қақың бар сен білмейсің. Адамзатқа түскен дейді ғой, бүкіл адамға түскен дейді ғой. Саған түсті ма ол? Иә, маған да түскен ғой. Енді түссе неге ермей жүрсің оған? Енді сенен сұрап алайын да, соны білсем ерем деп соны. Енді сен саған түсіп тұрған біліп тұрсың ғой енді. Андай бір кішкентай кезде болады ғой, бір өтірік мақтаншақ балаларшы, бірдеңені айтып алады, содан кейін ұсталып қалса көк беткені салғыласы. Сен конкретно жауабың бар ма, жоқ па? Сен айтшы маған сен ол неге ислам жайлы вообще кітапта ашық қозғайсың, сен атеистсің ба, кімсің, мен танымай тұрмын сен. Кімсің сен вообще, не ұстанасың сен? Сонша жыл араласып танымайсыңдар да, мен сен араласқан жоқ мен сенімен, бірінші рет шығып тұрмын эфирге. Сонша жыл жүріп араласып танымайсыңдар біле? Жоқ, танымаймын мен сен, конкрет сен танымаймын. Танымайсың ба? Танымаймын сен. Кластасың танымай отырсың ба? Жоқ, танымай отыр. Мұртың өсіп кеткен соң танымай тұрсың ғой? Сен бар ғой, сен аурасың екен ғой да, қайда кластас? Ауырам деп айтшы, жатшы кластас. Баяғыда Жамиляға талай таяқ жегенді ұмытып қалдың ба? Сен аурасың ба, серьезно? Жамиляның ағасы Серікке сенің хатыңды апарып берем деп мен таяқ жегенді ұмытып қалдың ба сен? Жоқ, сен конкретно айтшы, аурасың ба? Гүлденген әлем алтын құрылыстан сәлем деп гүлді салған себебім гүлдей болсын деп талай хат жазып едің ғой, ұмытып қалдың ба? Жамиляға таласып екеуміз төбелесетін едік қой, талай сен басында тілін деген сен ислам жайлы, тілін деген вообще сөйлемеу керек ислам жайлы. Сен түсінің ба? Сен Алла деген сөз вообще кластасың ғой, мен кластасың ғой. Сен ешкім емессің, сен көшеңде боғын сүртіп ал. Аққуда атпа досым сатпа деген алтын құрылыс не болды? Құрылыспен айналысып адам танымай кеттің ба не? Мен танымаймын көп адам, сен танымаймын. Қалай танымайсың сен? Сен көшенің боқ қой кәдімгідей, сен исламмен де былай да, сен вообще ондай зат айтуға тұрмайсың, түсінсің ба? Мына эфирде, прямой эфирде жазып алады қа сені прямой эфирде, осындай сөздер есту саған ұнай ма? Мұртың өсіп кеткен соң танымай тұрсың ғой просто сен. Сен мұртың өсті ма, жүнің өсті ма? Кіммін мен, айтшы, кіммін? Қырнып жүр. Қырнып жүр деймін саған, мұрынбоғын сүртіп жүр сосын. Сен келіп, бала ислам жайлы әңгіме айтамын дейсің. Итой. Сен айтылса әңгіме, мен саған айтайын. 20 жылдықын ақ кемейсің сен? 20 жылдықын ақ кемейсің сен? Жарылған дейді. Сен оның бәрін қайдан білесің, ема? Оны тасташы, 20 жылдықын ақ кемейсің сен? Сен оның бәрін қайдан білесің, мен саған таңғаламын. Бізді менсінбедің ба, 20 жылдыққа Жамиля келді ғой, Жамиля.
Құран жайлы. екеуің любовь. Деген ема сен қазір деген аяғыңда шуаш қайдан шығып жатқанын білмейсің ғой сен деген ема сен Құран жайлы сөйлейтін кімсің сен? 20 жылдық қанағат кемен. Сен деген вообще ондай нәрсеге деген вообще аузыңды ашпау керексің ғой сен. Мен ойлапсың ба жеңіп тастаймын деп. Жеп қоямын деймін сен дұрыс мұсылманға кездеспегенсің ғой. Сен ана матруйдың Әттең алтын құрылыс стройкамен айналысатын білмей қалдым. Әттең білмей қалдым, әйтпесе тиіп алатын едім деді ғой, Жәмиле айтты осы. Алтын құрылыс класстастарыңды ұмытпай жүр. Класстастарыңды ұмытпай жүр. Класстасымсың ба? Сен класстасымсың емессің ба? Танымайым деп сен қуып отырсың ғой.